Жыл сайын 31 қазан мен 1 қарашаға қараған түні бүкіл әлемде Хэллоуин мерекесі тойланады. Біздің елде тойлайтындар аз емес. Десек те, аталмыш мерекенің нақты түп тамыры жайлы білетіндер кемде-кем. Қазір бәрін толық баяндап беремін. Тарихи деректерге сенсек, 2000 жылдай бұрын пайда болған бұл мерекені алғашқы рет Ирландияны мекендеген кельт тайпалары жаңа жыл ретінде тойлай бастаған. Осы күні сол жылы бақилық болғандардың жандарын өлілердің құдайы жинап, о дүниеге алып кетеді деп сенген. Сондай-ақ, бұл күні өлілер әлемінің қақпасы ашылатын болғандықтан, осы әлемге барлық әруақтар, сонымен қатар зұлым әруақтар да өтіп кетеді деп сеніпті. Мерекені тойлағыштар беттерін алабажақ етіп бояп, әрлеуі де осы себептен. Яғни, өздерімен алып кетпесін деп, зұлым әруақтарды алдау тәсілі. Қазіргі Хэллоуин мерекесінің тойлану үрдісі 20 ғасырда ақш-та пайда болды. Ақштықтар аталмыш мейрамға жаңа элементтер қосып, әлемдік поп мәдениеттің танымал бөлшегіне айналдырды. Нақтырақ, бизнеске. Сауалнамаларға жүгінсек, ақш халқының 59% мерекеге орай жыл сайын жаңа костюм алатын көрінеді. Сондықтан маскарадтық костюмдар шығаратын ақш компаниялары жыл сайын осы мереке қарсаңында 10 миллиард доллар табыс табады екен. Алғашқыда діни мереке болған Хэллоуин енді ешқандай діни астары қалмаған мейрам. Батыс әлеміндегі көптеген көңілді отбасылық мерекелердің бірі ғана. Ал сіз Хэллоуинді тойлайсыз ба? Көбісі видеоларымды қарайды, бірақ жазылмайды. Жазылып қойсаңыздаршы.